Ағы сынбаған жандар есірткі қылмысына қатысты жазасын өтеушілер, олардың өкініші мен тәубесі, ата-ана уайымы, жас өмірдің тар қапаста өтуі, түрмедегі тіршілік, қылмыстың өтеуі, жаза. Тас қамалдың ішіндегі бұл жабық мекеме сырт көзден қарағанда адам бойына үрей ұялатады, қорқынышты, құпияға толы. Десе де, қылмыс жасап сотталғандардың өкініші өзекті өртейді. Оның ішінде жастық шағын осы 4 қабырғада өткізіп жатқан жас бозбалалардың қайта бір мүмкіндік берсе ғой деп бас сауғалауын көру өте ауыр дүние. Жасым 25-те. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі 297 бабымен 10 жылға бас бостандығынан айырылдым. Дәл осы сәтте қазір мен 2 жылға жуық жерде мерзімімді 55-ші мекемеде мерзімімді атқарып жатырмын. Алда әлі 8 жыл бар. Мерзімнің бітуі 2034. Қазіргі жастарға айтарым тек қана есірткіге жақындамасын. Оған бір тәуелді болса ол қиын болады оған. Бұл сыртта мен күтіп отқан семьям бар, отбасы бар. Тек қана отбасыларыңыздың қадірін біліп, дұрыс жолда жүрсін. Сотталғандар жасаған ісіне өкінетінін жасырмайды. Жазасын өлшеулі өмірмен өтеген олар отбасымен қауышар күнді үмітін үзбей күтумен жүр. Менің де балам осы жерде жатыр, 1 жылдан асты. Маған да оңай емес, тағдырда деп жылап қоямыз. Мен білмеймін, бұл жолға қалай барып қалған, өзім де білмеймін, мама деп жылап отырмын қазір. Мына жастарға айтарым, өстіп аналар жылап келмесін осындай жерге душар қылмасын. Тек жақсылық болсын әйтеуір. Аман есен үйге оралса екен деп. Бір өзім қазір. Бұл Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қылмыстық атқару жүйесі комитетінің нөмірі 55-ші республикалық мемлекеттік мекемесі. Бүгінде колонияда 700-ден астам адам жазасын өтеп жатыр. Мекеме қызметкерлері күнделікті таңертеңгісін сотталғандарды түгендеп, олардың киімі мен бөлме тазалығын тексереді, тәртібін қадағалайды. Түрмедегілерге келетін туыстарының әрбір сәлемдемесін толық бақылаудан өткізеді. Сондай-ақ мекемеде жалпы саны 758 бейнебақылау камерасы жұмыс істеп тұр. Біздің мекемеде қазіргі 750 сотталған азаматтың ішіндегі 200-ге жуық сотталған азамат есірткі қылмысы бойынша жаза мерзімін өтеп отыр. Есірткі бойынша кеп атқан жас балалар тасымалдау, қолдану және де тарату бойынша кеп атыр. Закладка дейді. Закладкамен айналысып атқан. Өзін дұрыс жағынан қарау керек. Интернет желісіне көп бет бұрмау керек. Қылмыс жасап істі болғандардың арасында басқа қырынан танылып жатқандары көп. Бірі темір мен ағаш ұстасы болса, бірі наубайханашы, енді бірі тігін тігумен айналысуда. Мұндағы бұйымдардың барлығы осындағы жазасын өтеушілердің қолымен жасалған. Мысалы, ағаштан ойымен өрнектеліп жасалған ыдыс-аяқтарды сотталушылар жасаған. Көбіне жазасын өтеушілер қателіктерін мойындап, алдағы уақытта жанұялармен кездесуді армандайды. Анама жасап істеп жатырмын. Үйде күтіп отқан жалғыз анашым. Мысалы, маған істеп отқаным бір ай кетті. Қолмен ойып шығарамыз осылай, ручной. Нарды кесеміз, домбыра кесемін. Бұл әлі бітпеген, әлі мына жағы бар. Сол, қолөнер шеберлік. Осы жерге келіп, қызығып, бұрын соңында құрбысқа отқаннан көріп, бір кәсіп үйренейін деп, ертең бостандыққа шыққансың. Осы кәсіптің артасынан нәсіп берсек деген ой бар. Өзімнен кейінгі інілеріме, бауырларыма айтарым, әке-шешесін тыңдап, барынша әке-шешесіне мейірімді қамқор болып, не айтса да солардың айтқанына шықпауын сұраймын. Ол кісілер тыңдаса жаман болмаймыз ғой.
сол кісілердің көңілін қалдырғаннан кейін осындай жерге түсіп отырмын. Бостандық шықсақ енді иншалла алақаныма салып өтемін. Бір жағынан адамды жоқшылық құрды. Жоқшылықтан, амалдың жоғынан рисковать ету керек болады кейде. Сөйтіп адам тығырыққа тірелген кезде не істерін білмей қалады деген ше. Сосын отбасынан көрмеген жылулық адам басқа жақтан іздей бастайды екен. Сөйтіп жаман жолға түсіп кетеді деген адам. Мақсатымыз сүрініп кеткен тағдырлардың тағы да бүлінуіне жол бермеу, оларды қатарға қосу, дұрыс жолға бағыттау, бостандыққа бейімдеу дейді мекеме қызметкерлері. Психологиялық бағытта көбінесе осы жерде отырған сотталған азаматтар әртүрлі баптармен келеді. Көптеген жаңа аутоагрессияға бейімді сотталған азаматтар бар, есірткіге тәуелділікке берілген сотталған азаматтар. Сол сотталған азаматтардың жалпы алғанда тренинг бағытында өмірге деген құштарлығын арттыру, талпынысын күшейту, өмірге деген көзқарасын өзгерту мақсатында жұмыстар атқарып отырамыз. Бостандыққа дайындау жұмыстарын да жүргіземіз. Облыста өткен жылы синтетикалық есірткінің 35 дерегі тіркелсе, заңсыз айналымнан 4 келіден астам синтетикалық есірткі тәркіленді. Демек, 8768 доза тұтынушының қолдануына жол берілмеді. Біздің облысымызда 321 адам нашақор есебінде тұрады. Есепте тұрған тұлғалардың жас шамасы 18 бен 34 жас аралығындағы жастар. Астанада жүріп осы есірткіні қолдана бастадым өзім. Денсаулығыма қатты өте зияны келді. Ұмытшақ болдым, былайша айтқанда. Өзім весім жоғалттым, организм ішкі құрылыстарым нашарлады тамақ қорыту жағынан. Тістерім түсе бастады, краш етіп. Былайша айтқанда денсаулыққа қатты зияны алып келеді екен. Өзіңе білінбейді екен, ол есірткіні қолданып жүрген кезде. Қатты ауыр қылмыс істедім деп ойламадым, мен ондай ауыр іске апарар деп вообще ойламадым ондай нәрсені. Жақсы жер емес қой бұл жер. Өзіме де оңай емес, 10 жыл мерзім өтеу деген. Өмірім өтіп жатыр, ертең шығам, қартайып шығам, ол кезде уже дос жарам, жолдас балдарым бәрі ешкім болмайды, былайша айтқанда. Жалғыз өзім тағы жалғастырып қаламын. Сол үшін кейінгі айтарға жастарым есірткі қолданбаңыздар, спортпен шұғылданыңыздар, өмірлеріңізге тік түзу мақсат қойып, ары қарай өмір сүрулеріңізді сұраймын сіздерден. Полицейлер ғаламтор желісіне мониторинг жүргізіп, 153 есірткі сайтын анықтап, кибер қадағалау жүйесі арқылы бұғаттады. Бүгінгі күннің басты мәселесінің бірі Telegram мессенджеріндегі OLX хабарландыру парақшаларындағы қолданушының қатысуынсыз тапсырмаларды өздігінен орындайтын чат-боттар арқылы жұмысқа шақыру. Өз кезегінде жас жеткіншектер құқықтық санасының төмендігі салдарынан оңай жолмен жеңіл ақша табу үшін осындай есірткі таратушылардың құрығына ілініп, соңында қылмыстық жауапкершілікке тартылуда. Бұл қылмыс жас ұрпақтың болашағына балта шауып, өмірінің астан кестеңін шығарып, өзін ғана емес, ата-анасын да құрдымға сүйреуде. Қазіргі таңда облысымызда есірткі жасырып қоюшы 35 күдікті құрықталды. Ұсталғандардың көбісінің жас шамасы 20-30 жас. Қазір студенческий график берілмейді көп жерде. Студенческий график берілмеген соң ыңғайлы жұмыс болғысы келді. Жұмыс іздейсің, жұмыс іздеген кезде бір ссылкаға кірсең, телеграмға жібереді. Жарнама шығады осы жұмысты. Осылай осы табасың. Сол ақшамен алданасың, ақшамен қызығасың. Сонымен солай кірілдім. Көп уақыт істеп жүрген жоқпын, көп ақша да тауып жүрген жоқпын. Шынайрық үйдегілердің уайымына да жетпейді екен. Ар жаққа келіп, түрмеде болып, ол жаққа келіп кетіп, әкеп берген, кетпейтін жол біреулерін ақталып. 10 жыл бас бостандығынан айырылдық, сырттағыдан айырылдық. Оқуды жағымыз деп бастаңыз, оқуды аяқтамадық. Оқудың пайдасы да болмады. Загадкамен 3 аптаға таяу жетпеді. 3 аптаға 2 аптаның ақшасын алдық. 3 аптаға жетпейді.
қамақта болдық. Ақшамен байлайды қазір көп болсын. Жарнамасында тұрады. Көп ақша көп сумманы осылай табасың, қарасаң қиын жұмыс емес сияқты. Қазіргі таңда осы тек менің жасымда менің құрдастарым көп түсіп жатыр бұл статьямен, бұл қылмыспен өте ауыр. Кейін уже болашақта бұл жаққа келгенде бәрі түзеліп кетпейді. Ойлайсың 10 жыл деген оңай жыл емес. Сырттағылардан қаласың, заманнан қаласың. Сол ауыр 10 жыл. Қалай қаласың 10 жыл ауыр. Өмірің осы жақта тоқталып қойған сияқты болады. Сырттағы шегініп болмай қалады. Тез түсінесің істеген қатерлігіңді. Өзім жаза өтеп жатқаннан қарағанда ол кісілердің мені уайымдап қиналып жатқандар қаттырақ әсер етеді. Сырттағыларды ойлап қасымда анамнан қолдап алып қадірін біл деген. Сол кезде қадірін білу мүмкін. Біз тойын жасағанына өкінеміз қатты. Мына жақта түнде жатар кезде бір ойланасың ба. Жан-жағына қарай тұрып қалғанша бұлай жасамау керек еді, әттең дейсің. Жалпы есірткі тасымалдау, сақтау және тарату ауыр қылмыс. Осыған қарамастан заңсыз әрекетке баратындар аз емес. Мәселен, 2024 жылы Түркістан облысында полицейлер есірткінің заңсыз айналымына қатысты 673 деректі анықтады. Оның 269-ы қылмыс болса, 404-і теріс қылық. Есірткі сату 44 дерек. Есірткісі бар өсімдіктерді заңсыз егу 66 дерек. Аса ірі көлемде есірткі сақтау 14 дерек. Есірткі контрабандасы 137 дерек. Ал есірткі заты насихаттау, жарнамалау бойынша 8 жайт. Ішкі бақылаудағы жеткізілім тәсілімен 4 қылмыс. Есірткі лабораториясының 1 дерегі анықталды. 2024 жылы заңсыз айналымнан 350 келіге тарта түрлі есірткі заттары тәркіленіп алынды. Есірткі қылмысымен және нашақорлықпен күресудің тиімді тәсілдерінің бірі ол профилактика. Сондықтан осы бір жаза арқылап жаңылдым деп отырған жас жігіттердің шынайы өкініштен туындаған сөздері өскелең ұрпаққа өмірлік сабақ болады деген сенімдеміз. Жаман істен аулақ болып, жақсылық жасап жарысайық. Заң баршаға ортақ.